Экстракорпоралды ұрықтандыру міндетті әлеуметтік сақтандыру қоры арқылы тегін жүргізіледі. Бұл бағыттағы квотаға қор алдын ала 6,2 миллиард теңге бөлуді жоспарлаған. Жасанды ұрықтандыруға жолдама алу үшін алдымен тіркелген емханаға жүгіну қажет. Бедеулігі бар әйелдердің электронды тізіміне қосылып, 12 айдың ішінде құжаттар жоғары технологиялық медициналық қызметтер жөніндегі жергілікті комиссияға жіберіледі. Комиссия шешімі бойынша порталға тіркелгеннен кейін жасанды ұрықтандыруға дайындау басталады. Бұл әдіс үшін емделуші қалаған емханасын таңдай алады. Айта кету керек. Жылына бір рет міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша экстракорпоралдық ұрықтандыру процедурасынан тегін өтуге болады. МәМС жүйесінде экстракорпоралдық ұрықтандыру жүргізу алдында ерлі-зайыптыларды тексеру көлемі көзделген тізбеге сәйкес жүзеге асырылады. Науқасқа жасанды ұрықтандыруға бірнеше жағдайда рұқсат етілмеуі мүмкін. Олар жатырдың туа біткен немесе жүре біткен ақаулары, соматикалық және психикалық бұзылыстар, аналық без ісіктері, жедел қабыну және кез келген локализациядағы онкология.